хат жазасың, болмасына межгір переговор беріп тұрасың, күні бойы күтіп оны. Ол саған алып берсе жақсы, әпермесе тағы бекер күнің өтеді. Ана қойсаң сөйлесе алмай пырт-қырт деп тұрасың. Соны айттым, мен қашанғы телефон махаббат боламыз, үйленбейік па деп едім. Давай деді. Ойбай, мен құрдайын екен ғой. Содан үйдегілерге келдім, мен қатын алып қашып келсем қалай деп едім. Давай. Олар мал бауыздап, көрші қолаңды шақырып, ағайын туыс жиналып, қазан көтеріп, бауырсақ пісіріп, кірісіп кетті. Енді ана қыз әкелу үшін мәшіне керек. О заманда ағылып жатқан такси жоқ, мәшіне де табылмайды. Қайтайды өр Бәкірбай дос аман болсын, соның крутой мәшінесі бар, соған бардым мен. Ол кезде ондай мәшіне екінің бірінде жоқ. Бәкірбай қызды әкелейік Талдықорғанда деп кеттік деді. Ой, Талдықорғанға Бәкеңнен крутой москвичін отырып бастық. Жеткенше бастық еді, сәбет өкіметтіке тарақтаса ғой, қорқпай ішесін. Қыздың есінің алдына бар, тоқтап ысқырып қызымыз шығарып алдық. Қасына бір подружкасын ертіп шықты. Айтпақшы жігіттер, бір сұрақ подружка деген есіме түсіп кетті. Осы маған айтыңдар сөз. Осы нәрмәнне қыздардың подружкасы неге не нәрмәнне болады? Постоянно солай ғой. Ананың алып шыққанын көрсең, түрін көрсеңдер, енді мыстан кемпір одан жақсы ғой. Сөйлеген сөзді сып етіп еді. Емейіл жүре берсін дедім, мені қасымда Бәкірбайды ұмыт тұрған жоқ қой енді. Сол қызыма қайда барайық деп едім, қыдырайықшы деді. Пожалуйста, қыдырайық. Совет өкіметі кезінде Талдықорғанда қыдырған жер көп қой. Сразу Сталабайға алып бардым. Ақшаның көзіне қарағам жоқ, сүйген қызыңа нендей елшін құрсын. Сталабайға кіре салып айттым, әр қайсымызға 2-ден пирожки, 1 портфейн талас деп едім, алып келді. Басып алғасын батырлық кірдім, айттым, қызға отыра береміз бе, кетейік дедім, мен сені қалып қашуға келдім. Подружкам бірге барсыншы дейді. Ой, бара берсін, оның подружкасы кімге керек, мәшінең артында жатады ғой дома. Екі қызды мәшінеге салып, бебеп кеп есіктің алдында шаң бұрқ еткізіп кеп тоқтадық, кемпірлер атып шығып, шашып, шампан атып, орамал салып, ой, келін құтты болсын, ой, құсым құтты болсын, ой, еркек, ой, жарайсың, ой, хей, ой. 3 күн тойладық қой. 4-ші күн есі жиіп кеп шымылдықты аш жіберсем, біздің ауылдың алжыған кемпірлер ана подружкасын орамал салып қапты ғой. Сода әбейдік қой. Ой, күлесіңдер ғой. Әбейдікте әйел тауып алыңдар жігіттер. Міне, әбейдіктің арқасында қазір не жейм демейсің. 3 қабатты үйде жалғыз шіреніп жатасың, Құдай көрсетпесін. Әбейдік бір күн Астанада, бір күн парламентте, бір күн Түркия, бір күн Қытайда. Қатын асыраған заман жақсы екен ғой жігіттер. Бірақ үйленесіп крутой болғанымыз жоқ. Ол совет өкіметі кезінде крутой бола алмайсың ғой. Квартира тұрдық Алматыда. Мен Алматының жабылып қалған мәсік әминатында жұмыс істедім. Бала шаға асырау оңай емес. Жұмыстан қайтқан кезде ет ұрлайсың, ана есте контрольге көрсетіп.